Что там? Не машина? Қаз. Келу керек, көресің. Бірақ хотя бы не марка? Демеш дедім оны саған. Бля, аппарат, может, не стоит? Еще как стоит, тыныш. Манс, дайындал. Қалай машина? Еба, Манс. Бля, машина қосылу тұр. Ішінде ешкім жоқ. Брат, мынау шанс бізге, шанс, Манс. Көтір алмай көрші. Соны айтам, шанс дейміз саған. Қазір или ешқашан. Бля, қазір или ешқашан, Манс. Бір, екі, үш. Бұл менің мектептегі соңғы күндерім. Соңғы күнде влог бастаймын деп шештім. Осы мектепте әлі сағынатын боламын, сондықтан влогымды қарап жүремін өзіме. Сосын влог түсіріп жатырмын. Ал мынау 16-шы кабинет. 16 деген сан мәңгілік есімде қалады. Ал бұл менің сыныбым, мен жандарым. Нокаутқа жіберген кезде бүкіл әлем шулап кетті ғой.
сұмдық матч болды ғой кәдімгі. Голдарды білесің. брат, мынанша тренировкадан кейін ішсең, углевод жақсы береді. Сумен ішсең тез қорытады. Сүтпен ішсең вообще тойып жүресің. Мен мысалы ешкім сүтпен ішемін, зато сен маған қарасай. Кеше Макс екеуміз, самокат арендовать етіп келе жатпаймыз да. Бакунаева келе жатыр. Бір кезде бір газель тұрды, резк тоқтап қалды, артына кіріп кетеміз ғой. Анаған қарасам, морны қанып, сынып кеткен ба, бірден ке, врачта сақырып, сұмдық болды бар. Да, Нуна сработала. Анель, состыш. Қыздар, жігіттер, Талшынмен Санду звондатыр. Алло, что там, сөйлестіңдер ма? Бека, біз сөйлестік. Сендер кластасыңдар ғой, Аха. Сыртқа шыға беріңдер, біз сыртта күтіп отырық сендер. Қазір. Сыртта күтіп тұр. Кеттік. Зачем на улице? Ничего не делать. Талшын, осы звондағанда нормально түсіндірсең, дала деген ол көше, кофешек деген кофешек қой. Мал болып далада іздеп жүріп қой сендер. Қойшы, өмір сондайсың ғой. Короче, класс. Біз директормен сөйлестік. Бірақ бұл жолы бұрынғыдай оңай болмады. Кім, тынышталайықшы, жеге. Тыңдайықшы адам. Шәріп. Қойшы бұл. Қазір ұрам мені ұшы, тыңдайықшы на адамды. Ойбай, ұршы мені. Тәрбиелеші мені. Мен бұзықпын, ал не ал? Қойшы, пожалуйста, қойшы. Қой алмаймын. Далаға шықсам да, кірсем де қой алмаймын, не ал? Маған ба? Конечно. Талшын, шеше алдыңдар ма? Пожалуйста, жақсы жаңалық айтыңдаршы. Короче, класс. Біз директормен сөйлестік. Бірақ бүгін бұрынғыдай оңай болмады. Джеге. В общем, былай болды. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе, ағай? Сандуғаш. Кел, отыр. Мені ұтып, қаншама числение, қаншама проблема шешіп алдың, Бүгінде выпускнойдың проблемасымен келдің, Дайындалып келген шығарсың. Бірақ ескертіп қояйын. Бүгін мені жеңіл ұта алмайсың. Көрейік. Әдеттегідей сіздің ататын оймен шешеміз бе? Шахматты жақсы ойнайтынның арқасында 11-ші Б сыныбының талай кәсәгін жаптың, Бірақ бүгін сенің жақсы көретін ойының ауысады. Бәне. Қалай? Онда үшеңізге дейін ойнаймыз. Үшіңізге дейін? Кеттік. Директордың осал тұсын тауып алу үшін бір рет жеңіліп көру керек. Что там, ботам?
міне маған көмектесетін нәрсе. Жарайды. Бірақ директор әлде өзіне сенімсіз. Сол үшін маған екінші рет жеңілуге тура келді. Өзің болмайды десе, короче. Директор әзілдей бастаса, ол өзіне өте сенімді отыр деген сөз. Яғни, енді очкин қайтадан көтеруге оның намысы жібермейді. Это значит, победа моя. Осылай выпускной жасауға рұқсат берді. Сонша выпускной деп миымды жебетіндер ғой. Ал енді айтыңдар, алып предлагать етіңдер. Қайда барамыз, не істейміз, чё там? Давайте, қыздар, жігіттер, антикафеге барайық, билейік, ән айтайық. Чё там? Паллал, қайдағы антикафе? Лучше ехала американский горкиға. Бека, горкиға емес. Кетіп бір табиғатқа жайықшы, маевка жасап, гитарамен как положено отырайық. Давайте лучше караокеге барайық. Ән айтайық, көзіміз жіп болып кеткенше қояйық та. Ән айтамайсың. Жоқ деймін. Давайте лучше квестке барамыз. Или телефонмен кіргізбей ма ол жерде? Саған бетейік та, мына кофе жақтыңша, светін өшірейік та, алдыңа есенді қойып берейік. Сол саған квест. Так, одан да менің үйіме барып, бір солидно отырайық. Негізі, иә. Қойшы досың, туфы жүріп тұрады оған. Барып жерге барамыз, ол жаңа жылда да бар. Иә, онда Талғат мене бара салайық та. Там нормально, білем мен оны. Ой, білетін, қош. Ей, кеттік бәріміз киноға. Қош. Прачка бармазы ғой киноға, бә? Давайте лучше ресторанға барып, как положено туалейміз. Бұл үшін көйлек алу керек. Достар, одан да ехала класспен жиналып, Астанаға барайық. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on the boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live that? Астана? Астана. Қараңдар, Астанада хан шатыр бар ма? Бар. Экспоның шаригі бар ма? Бар. Конце концов, бәйтерек бар ғой еще, жеге. Ана, басымыз бәйтеректің орнына қоямыз, креативді фоткалар жасаймыз. Отвечай, кайф болады. Мә кайф болады. Дымда болмайды ондай Астанада. Не жетпейді осы сен? Немен пассен артқа тарта бересің, Шәріп? Кіммен ба? Ну да. 11 жыл артқа тарттың ғой. До конца артқа тартса шонда. Сен не дегің кеп тұр, сен? Түсінбедім мен сен? Не дегің кеп тұр? Мен сен сияқты маңырап отқан жоқ мына жерде, конкретно айтып тұрмын, не? Не конкретно айтып отырсың, сен маңырап отып тұрсың сен? Өткіші. Не дегің кеп тұр, сен? Сен ауылыңнан басқа не көрдің сен, Шәріп? Астанаға шақта. Мен сен сияқты маңырап отқан жоқпын, конкретно по факту айтып отырмын, түсіндің ба? Немене маңырамай? Сендерге керек Астана ма? Бұлай болады Астана.
Вот, по факту осылай болады Астана. Ребята, Бляс. ну что это с вами? Есен, что с тобой? Мы же 11 лет вместе учимся. И согласитесь, за это время нас объединяет не только эта школа и не только этот класс. Нас объединяет любовь. Столько всего мы вместе пережили. И дай бог, Бұйырса? преодолеем еще много препятствий. Закончить школу — это всего лишь начало. В будущем мы все найдем свою любовь и счастье, как сейчас. Поэтому уладьте этот свой незначительный конфликт и живите моментом, ребята. Немене берін, түсініп отқандай, тыңдап отырсыңдар ғой. Қойшы брат. Қыздар, жігіттер, бәріміз бір ауыздан келісіп. Бассейн бар та? Скайбол деген бассейн бар. Как раз қаланың сыртына. Душе демалымыз дауытар жалды. Чё там? Ей, қараңдарында. Әр қайсысын 100 000 теңгеден жинадыңдар, дұрыс па? Өмір, сен ғана жібермедің. Жібер бол тез қазір. Онда былай істейік. Динара, сен полный продуктын есептейсің. Ал Шәріпбек пен Қайрат тасып көмектесесіңдер. Есен екеуміз алдын ала бассейнге звондап, ақшасын келісіп қоямыз ғой. Сосын, кстати, ертең Інжуге барамыз. Хал жағдайын сұрап қайтайық, қарша? Так, дальше. Анель, прям жып-жылы плеттер алып кеш, сосын Перизат күштілеп тұрып бэкстейдж түсір. Ал Альбина настольные игры, ішіміз піспайтындай, там ойындар алып келесің ғой. Ал Бека мен Талғат мариновка алып келіңдер, шашлыққа готовый мариновка. Сосын Өмір Мансұр прокатқа машина таба аласыңдар ма? Нормальный машина керек видеоға. Смело. Ол примерно қанша болады? Бір 200-дай болады. Нормально табуға болады. 200. Өмір, Өмір, Дина келді. Өмір аға. Не болды, Дина? Қарның ашты ма? Бірдеңе дейсің бе? Ой, жоға қарным ашып тұрған жоқ, просто қайда баратын болыңдар? Беш қайда? Мен ертең 2 күн үйде болмайым. Сен Саян үйіне баршы, хорошо? Саян үйіне? Барма мен ол үйге. Не үшін енді подружкам ғой, бірге әңгіме айтасыңдар түнімен. Ойғыш, барғым келмейді ол үйге. Анасы жақтыртпайды мені. Мен барсам, екеуі ұрсып қала береді. Сіздің қасыңызда қалайыншы. Жоқ, болмайды, Дина. Біз бассейнға барамыз. Бассейн күшті ғой, мен де барайыншы. Неге маған бару болмайды? Просто болмайды деген соң болмайды. Суларда терең о жақта батып кетесің. Пожалуйста, Саян үйіне бара салшы. Аға, пожалуйста, барайыншы сізбен. Аға. Пицца алып беремін сізге, аға, барайыншы, өтініш. Мен онда Перизатқа айтайын, екеуің бірге ертең таңертең келесіңдер. Хорошо? Рахмет сізге, аға. Бізбен бірге боласың ба? Ой, жоға, мен купальымды алып Перизаттың үйіне бара беремін. Үйін білесің ба точно? Ой, білем. Жарайды. Ертең бірақ ерте тұрыңдар. Жарайды. Чо там, жігіттер? Қалың қалай ботам? Жақсымын. Өздерің че там? Вот, едем на бассейн. Отмечать выпускной. Решили сначала тебя навестить. Мектепте бітті. Не бітті, брат. Прикинь, біз мектеп бітірдік. Сен де, біз де бәріміз бітірдік. Кайф. Бірақ, бля, Алтай
ай болды ғой мектеп көрмегелі. Мектептегілердің бәрі ұмытып қойған шығар мені. Джука, ну вот началось вот это вот все. Зачем они тебе? Анжу, қайтайсың мектепті. Өзің аман бош, самый главный. Ал біздің класс ұмытпайды сені. Ұмытқан жоқ ешкім. Сен жалғыз емессің, ботам. Біз всегда сенің қасыңдамыз. Рахмет сендерге. Еще раз поняла, что мне с одноклассниками очень повезло. Бәрін төңкеріп алып қайтыңдар. А мен ничего. Жазылам. Аяқ қатырып орталарына қосылам. Санду, классқа менің атымнан нормально жасайтындар. Хорошо, ботам. Главное, өзіңді күтші, ботам. Не робей, Жанна. Все будет хорошо. Мы всегда будем рядом. Тогда мы пойдем. Все будет хорошо, Жан. Не плачь. Что там, брат? Мектеп бітті. Бля, бәрібір не хуй делать, бір оқуға желание бар ма вообще? Бля, конечно, братыш. Бля, қараш, оқып, диплом алғанға не жетсін? Бля, өзің қараш, нахуй бізге мына машина ұрлап, особенно маған. Бля, просто чек, 7-ші класстан бері немен айналысып болдым. Ана жаққа бір жүгірдім, мына жақтағы темада болдым. Бәрін в курсесің сен. Просто бір носы бар да. Ата-анамнан айырылып қалған болмаса. Ата оқуға түсіп, талтайып жүрмейін ба? А? Бля, ладно, мен фигня. Дина өсіп келе жатыр, оны оқуға тұрсем, арманым жоқ. Бля, сол оқу жайлы деймін да. Ана аманат братан бар емес па? Бля, сол точно оқуға тұрып бере аламын. Бля, что-то вообще сенбей тұрмын ше. Бля, просто мектептен хуя балалы уже сонымен келісіп ақшасын беріп саған ғой. Сен ана аманаттың бір темасын білесің ба?
сөзі? Короче, тыңда. Ассалаумалейкум, братан. Машинаңызды сүртіп берейін ба? Четко қылып сүртіп берем. 1000 теңгеңізді дайындай беріңіз. Давай. Амансыз апа. Амансың ба балам? Келе ғой. Апа, салқын көжеңізден бір стакан бересіз ба? Берейін жаным. Әкеш трәпканы, қара. Мына трәпканы осылай екі бүктедің ғой. Сеп. Көрдің ба? Енді ағыз қалмайды. Қайда бара жатырсың? Мына жерде скайпул дейтін бір бассейн бар дейді ғой. Сыныптастарымен сол жаққа выпускной тойлауға баратырмыз. Өмір бітіргенбіз ғой. Иә, жолың болсын. Мінеке апа алыңыз. Рахмет. Ас болсын айналайын. Кайф. Тағы 2 стакан бересіз ба? Берейін жаным, берейін. Ана бар ғой, машина. Қанша тұрады деп ойлайсың? Анау ма? Где-то 10 миллион бар. Ей, қой шей, қаяқтағы 10 миллион? Состояниесі нормальный ғой. Мына бар ғой? 12 миллион 240 мың теңге тұрады. Сұраш, білші. Мен саған всегда айтам ғой, біліп сөйле деймін ғой саған. Қап жылғы боласың? 2012 жылға. Молодец. Біраз болды ма істеп жүргенге? Болып қалды. Бұла жүре бергенмен байып кетпейсің. Сондықтан басың титетті, нормальный бір жұмысқа тұрып ал. Жарайды. Негізі мен ата-анамнан көмектесіп жүрмін жазғы каникул. Сонда да. Все, давай, бара бер. Дұрыстап сүрт бірақ. Ассалаумалейкум, Манат, братан. Қалай? Братан, Каспийға 200 мың теңгені салып жібердім. Мақау, сұра водительден қанша тұратын? Айыпқа бұйырмаңыздар. Интерес қолайын дегенім ғой. Мына ішінде ешкім жоқ қой. Бергел. Маған қара. Продан или обмен деп тұр. Звондам мына номерға. Сұраш, тура мен айтқанды айтады саған. Қаш. Жақсы апа, рахмет. Ас болсын жаным, айналайын. Аман болыңыз. Келіп тұрыңдар. Громкиға қой. Алло, братан, машина сенікі ма? BMW ма? Бұл кім бұл? Қаншаға сатасың нақты алайық дегенмін ғой. Сатылмайды ол. Беш? Алло, братан. Иә. Ассалаумалейкум, қалайсың? Алейкум ассалам. Братан, машинаны көріп қойып едік. Неше? Тұрады? Қайдан көрдің мен машинамды? Ұрланған машина ғой ол. Не дейді? Қалай ұрланған бір? Білә. Кім ұрлады? Сендердің қастарыңда ғой машина. Мен ұрлаған жоқпын, братан, мұнда тұр. Ұрлаған несі? Адрес жіберші маған, сука, охуели да? Кім бұл? Алло. Саған айттым, блядь, звондама деп. Бағас, братан. Өшір. Everybody подары, танцуют жастар мен кәрі. Дейсі бәрі болып бәрі, танцуют жастар мен кәрі. Біз өзіміз тіпті бәрі, кәлкейіне ольга ажар. Ажар, соншықты хип-хоп хочу. Ажар, хочу. Ажар, yeah.
фрукты бар ма өзі жоқ па? Бар болса тез-тез қойсаңдаршы. Или мне обязательно папе нужно позвонить? Талшинка, пойдем поговорим. Сен, брат, мына коктейль қандай коктейль екенін білесің ба? Жоқ, обычный коктейль. Ей, қайдағы обычный досым? Ей, мына коктейль ішсең, брат, любой қыз сенікі ғой, брат. Қой, ей. Ей, гарантия берем, брат, мұрнымды кесіп берейін. Вообще коктейльмен қыз сындырған қашан көрінсе, ондай жоқ қой вообще. Ей, мен сен қашан алдадым, брат? Мен всегда шындықты айтамын ғой, білесің ғой? Білем ғой. Досым, мен бір жерге барып келейін, қарашы. Тоқташы. Қайда бара жатсың? Қазір. Тоқташы. Бір жерге барам, бір теманы шешем, сосын қайтып келем, қарашы. Давай. Ей, тоқташы, брат. Мы тебе жопу прикрываем. А ты чё крысишь, сука? Я все пробивала. Чё ты там с администрацией мутишь, а? Дикош, успокойся. Давай бұл теманы бұл жерде обсуждать етпей қояйықшы. В конце концов, демалуға келдік қой. Демалайықшы нормально. Мен де демалайын. Динара, сен де демалыш нормально. Ты так не указывай. Я сама знаю, что мне делать. Я успокоюсь тогда, когда ты начнешь что-то делать, а не приказывать, старостасмок. Дикош, қойшы. Қазір мына теманы біреу естіп қойса не болады? Ақшаны кімнен сұраймыз? Не маған жоқ ақша, не саған жоқ ақша. Не болды саған, Динар? Это я должна спрашивать у тебя, что случилось с нашим договором? Ты сама сказала, 500к разделим между собой, а 500к на администрацию. А оказывается, ничего здесь не останется, Талшинка. Чё, все деньги, которые собрал класс, самой оставишь, да? Как самой? Жоқ, самой емес. Как и договаривались, 500 мыңды үшке бөлеміз. А остальные 500 кому? Без чё? Есен екеуміз саған чё? Збаня, успокойся! Динар! Все должно было быть так, как мы договаривались, Талшин! Успокойся! Не болды! Не болды саған? Не түрің әбіржіп кеткен? Кеш бір дерске арқан қытырлап берейін, брат. Қазір мен бір теманы шешіп келейін, сосын қайтып келем, қарашы. Тоса тұршы. Тема дегенде, что-то бірдеңке бүлдіріп жүрсің ба? Жоқ, досым. Нормально, не бүлдірем мен? Или мен білмей қалды деп ойладым ба? Нені? Сен что-то бірдеңке бүлдіріп жүрсің, мен білем. Не бүлдіріп жүрген? Біреумен ақша бөліп жүрсің ба? Или бір теманы айтып мультит етіп жүрсің, есен? Жоқ, досым. Қаяқтың мультит еткен? Арқам қытыратасың ба? Еқала. Бәсер, алдына бағанадан бері сөйтпейсің бе? Давай, тезірек. Уйбай, айбай, Бека. Ай, жетет, ай, Бека. Ай, бал, Бека. Жынсың ба, үйтіген қатты сүйегімді сындырмайтын шығарсың. Айбай. Нуда па еді? Шәріпбек сәк қатты қытырландамайтын шығармын ба? Ол сәк дос боламайтын шығармын. Брат, шынтақпен ұрып, бұңады ораны. Досым? Жүз. Ей, қойды. Ренж қалдың ба маған? Ей, досым, сен бар ғой, білесің ба? Әлемдегі ең кайф қытырлатушысың ғой. Білесің ба соны? Мен бар ғой, мен мына қабырғаларымды тоқа саған ғана доверять етемін. Басқа кімге доверять етемін? Қайшы Шәріпбекке доверять етемін? Шәріпбек ол қашамын? Досым, мен қазір бар ғой, бір теманы шешем, сөйт, екеуміз қайтқанша қытырласамыз. Ехала ма? Ехала. Давай, кетме ғой. Давай, родной. Ей, жан. Ей, чё там, ей? Қараңдар еға, бас білсе кірем мені.
мына шашлык өртеніп жатыр ғой. Туй! Қарай кетті ғой мынау. Қыздар, жігіттер, шашлыққа қарамайсыңдар ма? Туй! Туй, достар, мынау бәріміз өртейді ғой. Талшын! 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 Шашлык жанып кетті. Так. Сонда Талшын Скайпулдың администрациясымен жалпы тегін келісіп алған ба? Ну, что тут переживать? Кайф емес па? Долямыз көбейет, қалтамыз қалыңдайды, Талшынка? Вот именно, сендерге көп болмайды. По факту келісіп бәрін істеген өзім правильно. Правильно. Поэтому сендер нені істедіңдер? Неге жауапты болдыңдар, соның ақшасын аласыңдар, и все. Жоқ, дұрыс қой. Дұрыс, Талшынка, ты очень права. Біз ондай қатты көп нәрсе істеп жатқан жоқпыз, ә? Но біз, Талшынка, көп нәрсе білеміз. Информация ол ақша. А ты представь себе такую ситуацию. Қыздар, жігіттер, оказывается, біздің сүйікті старостамыз Талшын мына Скайпулдың администрациясымен таныс екен. Тегін келісіп апты. Мына тусовка біткенден кейін барлығымыздың ақшамызды алып, өз ары қарай выпускной тойламақшы. Ал біз мынандай адаммен, мынандай сатқын адаммен қалайша дос бола аламыз? Ал 11 ба? Деп мен или Динара айтып қоймас үшін біздің аузымызды 50-де 50-мен ғана жабасың. Поэтому... Талшын! Поэтому... Жоқ, не жетпейді екеуіңе, а? Жап-жақсақ демалып жатыр қой. Айтшы, кайф демалып жатыр қой. Ана жақта шашлык жақтың бәрі өртеніп жатыр. В смысле өртеніп? Чего? Ойбай, үйтіп бір жанып жатыр дейтін емес қой, Анел. Түк жоқ мұнда. Мына жақта тым да жоқ қой. Анел! Бағана жанып жатқан или жанайын деп жатты ма? Что-то қуып кетті. Ладно, ничего страшного. Басқа мариновкалар бар ғой. Содан істейміз. Бля, немене бәле қылып жүргенсіңдер ма шашлықтың бәрін? Жүріп қой мына жерде добалдай болып айтсаң, тыш былай. Мариновкалар бар ма? Кетші былай. Бар ма? Бар, кетші былай. Істеңдер онда. Қойшы болды. Негізі бар ғой. Менде бір таныс әже бар. Көзден дейтін. Біздің ауылда деймін да Қайреке. Екінің бірі шашликті өлтіріп жасайды ғой. Айтпашы. Бала шағасына дейін күш жасайды. Жалпы біздің ауылдың адамдар многофункциональный ғой. Мысалғы мен
Не сен? Менде мінез деген жатыр ғой шеш. Мен 2005 жыл дүниеге келген кезде аспандағы жұлдыздар шашырап, артымнан жел тұрып, радугалар дохуя болып кеткен дейді ғой. Keçи. Натуре айтамын саған. Мен бар ғой. Мен үндемегеніммен ше, духым арыстан ғой, брат. Мен ұйғыр ауданында өскен ғой, білесің ба? 27 ұйғырды қатарынан тұрғызып қойып. Бойлары 1,60, 1,70. Мен бойым 80 сантиметр. Әңгімені айырғансың ғой. Ойлашы. 80 сан. 80 сантиметр. Басыр. Так что, брат, держим быка за рога, не пукайте. Салам алейкум. Қайырсың қачам? Әңгімені өлтіресің сен, да? Барон. Досым, оң қойшы. Ең главное, жүзіп үйрену керек екен. Суға крем батып кетіп жатырмын. Мына ерден келетін суға батып жүрсің. Досым, бүгін кайфовать етекші. Билеп, шашлыкты жеп, дос айтып. Досым, жастықша қайтып келмейді ғой. Жастықша қайтып келмейді! Осымен тоқтап қалмайық. Всегда бірге жиналып, күліп, ойнап жүрекші. 11 навеки болсын, да? Здесь должна была быть очень красивая цитата. Бесконечно можно смотреть на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как кайфует 11Б. Так, Джи. Без матов никак. Заеба. Мас болып қалды. Шаршап кеттім. Менің сыныптасым оттан да ыстық дейді. Медик балам деп шештім. Түсініңді, не валейте? Ең бастысы, үйіндегілердің бәрі аман болсын. Ау. 11Б. Талып. Айта бер. Тыңдап отыр. Мен барлығын да жақсы көремін. Ребята, кто тут из вас Талшын? Я. А можно вас? Да, конечно, сейчас. Барлығыңды бірдей сыйлаймын. Сол, бақытты болыңдар. Все, я вас поняла, Шарасакенович. Да, конечно, пусть отдыхает. Все хорошо. Тогда мы вас ждем в Скайпуле. Ага, хорошего вечера. Все, рахмет. Ну, что там по деньгам? Сколько мы получим? Динара, по факту бұл теманы мучить еткен, келіскен өзім ғой. Давай останется, как и договаривались, пожалуйста. Нет. Потому что ты крысишь даже между нами, Талшын. Сенің де темам былай ғой, Динар. Ты думаешь, я не знаю, как ты перешла в эту школу? Ты там не забывай. Я же с учителями хорошо общаюсь. Талшынка, ты что, забыла? Что случилось в пятницу, 13 апреля, в спортзале? Или мне это уже всему классу рассказать? А? Хорошо. Давай рассчитаемся. Сыныпта 14 бала. Но үшеуміз өткізбедік. И здесь не хватает до миллиона, потому что... Потому что 200 000 на аренду машины. Это уже понятно.
Короче, деньги будут у меня, потому что я тебе не доверяю. Альбина? Че там, не болды? Настроение жоқ қой. Айтсай. Че там? Мәуіз, түсінбеймін бар ғой. Жүр, сен машинаға кіріп отырайық, жүр. Здесь тоже нормально. Жүр, кеттік. Бекер алдық па? Че там? Не болды? Қайрат, негізі адам сен шын жақсы көрсе, ол сен не киетінді, еркеліктерінді, минустар мен плюстарын бәрін қабылдау керек қой. Так, Альбина. Ау, ботам, не болды? Ау. Слушай, не мынау? Что-то выпускной деген сайын арбыңдап баратсың. Я білем, демал, күл, ойна. Бірақ қатты кетпе. Сосын ана басқаларға жабыспаш. Или ты чё, внимание хочешь? Короче, ұнап тұрған жоқсың. Осыршы. Ұрбындап баратсың ғой. Көрсетем газ ұрбындаған. Бека! Как ты думаешь? Енді по-любому барлық нәрсесін қабылдай алмайсың. Кейбір сөзіне келісесің, кейбіріне келіспейсің. Бірақ сонда да түсінуге тырысу керек. Болды. Настроение түсірмеші. Хорошо? Все, бәрі жаз. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me fight to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?
And do you believe you could do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Сен бірдеме деген кеп тұр ма? А? Не деген кеп тұр? Келіңдерші, келіңдер. Шақыршы ана балаларды. Сендер пиздессіңдер ғой, а? 11-ді бітіріп жатсыңдар ма? Мына жерде әкелерің салып беріп беді не? А? Мынау жүр наху. Стакан сындырып. Ой, аға, төлеп бере салам стаканды? Төлейсің наху. Төлемегенде қайда барасың наху? Байдың баласы екем деп немене бәрін сындыра бересің ба? Жағын сындырып жіберейін ба наху? Тыныш келіп, тыныш кетпейсіңдер ме наху? А? Қыздарың әне? Бля, айғайлап, официанттарды боқтап жүр наху. Ай, бля. Менің қызым да 11-ді бітірді биыл. Сендер ұқсап, далақтап бос жүрген жоқ. Енді тапсырып 128 бал алыпты. Ал мен болсам, өз жерде таза еңбекпен 17 жыл істеп, машине сатып алдым. Сен таза еңбек дегенді білесің ба? Сен білесің ба? Сен білесің ба? Жоқ, сен білесің ба? Сендердің ата-аналарың осындай болсын деп тәрбиеледі ма? Заебал, охранник, сука. Блядь, наймер, көтіңе тықып қой, сука, брат, жеш, наху. Сиде тұрсын, наху. Бля, наймер, бізге похуй екен, түсінің ма, наху. Сен бізге тәрбие берген, наху, бля, охранник, наху. Жеш, тәріш бар. Дұрыс шығармайым, наху, түсінің ба, наху. Охранник, сука, наху. Блядь, мыналар не қып жүр? Короче, жігіттер, біз ана БМВ-ны ұрлап кеттік. Бля, біздің қазақ потом түсіріп, менттер бізге келіп. Ордып
Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қаражата деген төбе емес пе? Келіп отырыңдар. Қаражатаға жолдан тыстай кетейін. Отырыңдар. Жігіттер, сендердің бағанағыдай емес, желдерің шығып кетті ғой. Әңгіме былай, жігіттер. Мен сендер ойлағандай жігіт емеспін. Сендердің менттер іздеп жүр ғой. Егер сендер ойлағандай жігіт болсам, сендерді қазір-ақ іздап етіп жіберуге болады, дұрыс па? Өмір жаңа бастап атсыңдар. Міне 11-ді бітіріп, өмірлерің алдарыңда дұрыс жүру керек. Солай ма? Сен бағанағындай көп атыла берме, жарай ма? Кешірім саған. Үлкен дұрыс айтсын, бұрыс айтсын тыңдау керек. Солай ма? Түсіндіңдер ма? Ал олай болса, кеттік. Білем, малдарына. Машина ұрлаған деген қалай түсінеміз, ебайтына. Білет, ол тема сен түсінбейсің, араласпаш. Жеги, машинаға бөлінген ақша қайда? Менттар келіп тұрсен, соображайсың-ақ, долбоёб. Білет, түстенген дворға қоямыз деп ойладық, и все. Жапсаусың. Қоя тұрдар сен, менттарыңмен ақша қайда 200 мың Сен ақша деп зайбалды шығардың да. Омырба, ақша да машинада жоқ бұл. Өмір екеміз ақшаның бәрін құрпсадық, машинаны ұрлап кеттік. Міне шындық. Ура, дейсің. Ебать, сендер қуасыңдар ма? Қайдағы ұрлық? Схуяли біз сендерге онда 200 мың беріп далбайопсыңдар ма? Далбайоппыз нахуй. Далбайоппыз, не істей аласыңдар, білет. Сен не істей аласың, білет. Барлықтарың нахуй. Ақша деп. Ақшанды көтіне кірген далбайопсыңдар. Вот нағышындық керек па сендерге? Білет, менің проблемам. Дина бассейнде қалып қойды. Мен соған көтім ашып жатыр. Идите нахуй. Чота мен жігіттер не отыр? Дедіктер зайпалай. Бір-бірлеріңді ұрып төбелеспейтін шығарсыңдар енді. Қыздар айтсаңдар, кішкене Динара. Жоқ, Динара. Қайда Динара? Динара ма сендерге керегі? Сендердің Динараларың баяғда бассейнге жинаған ақшаны алып қашып кеткен. Осы ма керегі? Смысле қаш кетті? Талшын, ты че несешь? Қалай қаш кетеді ол? Есен, в смысле қашып кетті деп ойнатпай қойшы, а? Бәленің бәрін білетін сен, бастаған сен, Есен! Талшын, ты палки не перегибай нахуй. Менің бар білетінім, Динарадағы ақшаны үшеумізге бөлетімізді, то, что доляда үшеуміз ғана отқанымызды білем. Заткнись, Талшын, мен басқа ештеңе білмеймін. Рано. Еще бұлар доляда ма? Әләна. Браво. Әдемі. Бәріңнің көттерің ашылып жатыр ма? Молодцы. Тыңдабаңдар бер. Өйткен 11-ның бар ғой. Шешесі сізге түсініңдер ма нақ? Қойыңдаршы болды. Біздің ұтылатын жеріміз осы. Бір-біріміздің қателігімізді қазбалап бетке баса береміз. Біз бір-біріміздің үстімізден пайда табудан ойладық па? Ұрлауды, боқтауды, төбелесті. Махаббатқа қиянат жасайтын адам болуды армандадық па? Біз өзімізді кішігірім мемлекет санайтын едік қой. Бірақ біз армандаған мемлекет осындай болды ма? Айтыңдаршы. Болашағымыз не болмақ? Әрқайсымыз өзіміздің қара басымызды ғана ойласақ, бұл бізді қайда апарады? Дәл осы сәт
осы ғана біздің қолымызда. Мүмкін Құдай бізді осылай, осы жерде таңымызды аттыруға жазған шығар. Болды, бір-бірімізді кешіріп түсінуге тырысайықшы, 11 ба. Қойыңдаршы болды. Болды, кішкене жиналыңдаршы. Не ол бір-бірлерін боқтап, төбелесіп. 11 ба. Это последний раз. Обещаю вам. Кешіріңдерші. 11 ба. Егер де артық кеткен болсам, кешіріңдерші. Менің жаныма ең жақын адам болған сендер болдыңдар. Осы уақытқа дейін талай қиыншылықтарды бірге өткіздік. Кешірші, өмір. Все, бір-бірімізден кешірім сұрап. Болды, жиналайықшы, 11 ба. Мынау жүр, 200 мыңды жарғып. 200 мың қайда, 200 мың қайда. Со болды, бір-бірін құшақтаптай, сақ кетмесене кет. Ну что это с вами, ребята? Вы что думали, я вас скину, что ли? Запрыгивайте. А вот, кстати, и подгончик. Золотая жизнь.